Армысыздар. Бүгін 26 ай күні қатты әсер етіп жатыр деймін жаныма. Біздің әулетте шежіре заң бұзылған. Мен не үшін, қай фильмде болсын, қай ролигімде болсын, қай қазақи сондай бір тақырыпта болсын, өзім орыс тілді қазақ болсам да, шала қазақ болсам да, бірақ тырысам өз ана тілінде, одан кейін ұлттық құндылықтарды, әсіресе шежіре заң дегенде басымды иемін, ішкен асым жерге қоямын. Өйткені өзім әулетімде сол қиянат, сол қасірет бар. Әсіресе қыз баласына, ер жігіттерге де ол өте қиын, бірақ әсіресе қыз баласын бағы үшін, жолын ашылу үшін, бұл әлемде қыз баласы үшін, бұл дүниеде, бұл жарық дүниеде қыз баласын бағы ашылып, жақсы жерге ұзатылып, жақсы жерге күйеуге тиіп, жақсы жерде ана болып атану бар бақыт, бар байлық, сол әйел бақытын табу. Егер ол бақыттан айырылса, демек шежіреде, демек әулетте бір қиянат, бір қасірет, бір кесапаттар бар. Сол үшін қыздың жолын жабылады. Ол өте қиын, өте ауыр. Әулет үшін де, шежіре заң үшін де, шежірелік ата тек үрім бұтақ төлқұжат үшін де бұл өте үлкен қасірет. Егер отбасыңызда қыздарыңыз бақытсыз болып, жылап, еңіреп, ажырасып, быт-шыт болып жатса, одан кейін некесіз балалар, түсік тастаулар, алдырып тастаған бөпелер өте ауыр. Сондықтан біздің қазақ ұлты өте таза, қаны таза болғаны, шежіре заңды қатты ұстаған, әркіммен жата бермеген, жәлептікпен айланыспаған, некесіз бөпе туылмаған, алдырту, түсік тастау деген мүлдем ондай жоқ болған. Бәрі қатаң, сондай заңдылықтарда қатаң сақталынған. Неге? Өйткені қазір мына 32 жылда, соңғы жылдар біліп отырсыздар, көріп отырсыздар, туады да тастап кетеді. Кім көрінгенмен жата береді, кім көрінгенмен бала туады, кім көрінгенмен үйлене береді. Қай ұлт, қай халық, адам түсініксіз. 32 жылда өзінің шежіресі туралы емес, өзінің әкесінің кім екенін, тегінің қандай екенін білмейтіндер өте көп. Сондықтан айта берем, ары да айтыла береді, бұрын да айтқанмын, одан арыменде де демім таусылғанша айта берем. Қазақ болып ары қарай қалғымыз келсе, шежіре заңды өліп кетейік, қатаң ұстанайық. Өте қатаң